Братан, кто ты такой? Кто ты такой? Кто ты такой? Брат, мынау немене мынау? Мынау не баклажан? Да, мынау немене мынау? Түріңді ұрайын, не мынау? Тоқташ, бері келші. Мынау кім вообще? Да, Гүлбану. Поверить не могу, мынандайлар бар мынау, бері келші. Жақында жаңа менде шалады екен айтпақшы. Мынау кім тағы? Брат, тоқташ, әңгімелесейік. Брат, по-братски. Мынау арама? Тоқтаңдаршы, мынау точно арама, маған айтыңдаршы, комментарийға жазып өтіңдерші, мынау арама жоқ па? Білмеймін, мынау арам емес па, не екенші? Ал енді не деймін, сөзге келемін енді. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сендермен бірге мен Иман KZ. Да, мен деген әлі қыздың скинмен ойнап жүр, мен әлі ештеңе қағып атқан жоқпын. Мен шынымен де бар ғой, өтірік істеп жүрген жоқ, мен шынымен де нубпын, мен қақпаймын Майнкрафт, тоқтыңдар ма? Вот мен сондықтан әлі қыздың скинмен ойнап жүрмін, әлі де өзімнің түрімді қалай көрсетерімді білмеймін. Нені басады, қалай түрімді көрсетемін, соны да білмейді. Қатты жүгіру үшін былай жүгіреді екен, қатты жүгіруді біліп алдық, ең басты көрінер ма? Жестко көрінер ма? Қатты жүгіру алды, білдік. Мына тауықтарды білемін, мен кезінде Майнкрафт ойнағанда тауықтар ойнаған. Ана араларды бірінші рет көріп тұрмын, Майнкрафт қалай дамып кеткеніне. Аралар жүр ма? Бүгін деген не істейміз? Бүгін деген мен өзімнің түрімді салатын боламын, мынандай емес, нубиктің түрін салатын боламын. Мен нубпын ғой ше. Skyblock деген мне кажется бар ғой, Skyblock деген мағынасы жан-жағында ешкім жоқ, сен аспанда өзің жалғызсың ғой. Сондай сияқты деп ойлаймын, аспанда өзің жалғыз өмір сүресің ба? Сонда есепше тұрмын мынау мен. Жарайды, мына жерден бастап енді салайық. Тоқта. Мынау қойында, тоқта. Қалай жүрседі? Вот осы ашады екен. Дұрыс. Қазір біз деген мынаны алатын боламыз да, былай мына жерге қоятын боламыз. Былай қоядымыз да. Да, былай басамыз, кеттік. Ой, қалай қойшы? Былай қояды, да, сосын артқа кете береміз да, осылай. До конца сала береміз. Кас. До конца. Қалай салады, в общем, до конца осын саламыз да, біз Skyblock жасаймыз. Не лақтырып жібердің мен оны, шіркін. Үйретіңдерші біреуің маған Майнкрафт ойнап. Былай екен ғой, қазір күте тұрыңдар. Давай. Мынау қалай? Өлтірдім мынау мен. Басып тұрсаң салына ма? Басып тұрсаң салынатын екен. Давай. Кас. Күте тұрыңдар. Да. Давай. Өстім, аспаққа салам. Ештеңе көрінбейтіндей болады ғой. Сол кезде жалғастырамыз. Что-то қорқынышты ғой. Мен ойынша, мен деген Skyblock деген вот. Ой, құлап кеттім жүрмеймін басы. Әзір қарасындашы, мен қалай салған. Аспанға шығу деген өте қиын екен. Осылай міне аспанға біз деген шықтық. Жан-жақ қараңдаршы, ештеңе жоқ. Бұлттар ғана көрініп тұрған болмаса, атак біз деген болды Skymыз. Біз аспанда ұшып тұрған да, бұл Skyblock деген ұшып тұрған блок деп менің ойымша міне. Қазір алып түсемін, қараңдаршы. Ой, мына қара тік. Ой, мынау кас күте тұрыңдар, астыға түсемін. Былай астыға түсеміздер де, алып түсеміз. Кас. Алсаш, давай. В общем, алып түсеміз, міне осы міне ұшып тұрған блок. Вот, ұшып тұрған блок. Ой. Вот деген енді біз деген осындай міне әлемде мынандай. Ой, қайда кеттің, братан? Былай кет. Қиын екен, шынымен де қорысым бар ғой. Давай, аспанға. Тесте шығайық. Осы міне ұшып тұрған Skydың үстіне, мынандай осындай блоктың үстіне мен өзімнің яғни нубтың түрін салатын боламын мен міне. Мына түрімді емес, көріп тұрсыңдар ма? Бұл емес. Мен деген қазір нуб бар ғой, кәдімгі нуб. Соның түрін салатын боламын. Енді мен особо түк сала алмаймын, бірақ деген енді сендер үшін мен барлығын істейтін боламын. Қазір қараңдар, міне көріп тұрсыңдар ма? Мына қыздың түрі емес, айтпақшы, қазір мен нубтың түрін салатын боламын. Мынаны алып тастайық былай. Енді біз деген нубтың түрін салып бастайық. Осы мен ойнаған кезде неменеге түн болып кете береді. Күн обратно шықса құрсын, былай қарай шықсашы. Мен қалай ойнап бастаймын. Анан әжер тапқан нәрсем еді ғой, қайда қалды енді? Мен лақтырып жүрмін. Вот, мынау ғой деймін, да, иә. Несече бұл менің бетім болады, міне нубтың беті болады, шіркін-ай мынау. Яқты екен. Ой, немене оғылды қайта маған, Кас, былай басайықташы, мынаны былай қояйықшы, былай құрсын былай қояйық. Түн болып кете береді, қайта бар ғой. Немене түн болып кете береді, не ұстап қайта бар ғой. Қазір күн шықсын. Мен деген қазір нубтың жарты жерін салып алайын. Қазір оған үшін күн шығу керек, мынау обратно бір күн өту керек. Айланды неменеге қараңғы болып кете береді. Мына күн походу маған прикол ұстап отыр. Қараңдар, ақырын айланып келе жатыр. Енді мен деген міне мынау несін сақ қойдым, мынау басының асты деушім еді, астының басы деушім еді, ошым. Бастың несін сақ қойдым, сүйегін сақ қойдым. Қалай жетті, ана фундамент сақ қойдым, да, мынау беті, басы, ошым. Қалай айтады, міне солай болады, кәдімгідей нубтың беті, яғни менің түрім болатын болады. Мынау көріп тұрғандарындай осыны міне ақырындап салып жатырмын. Күн шықсын көрсетейін деймін, бірақ мына күн биыл шықпайтын сияқты ғой. Нуб болған жаман екен, білмейсің қалай ана жерден күн шығатынын, қалай түн бататынын да білмейсің. Мынау шықсашы тез
былай ма еді қалай шығады еді былай ма еді қалай шығады білмеймін мына адасып кеттім құрсын мынау неме тағы айма не базар жоқ екеуі кәдімгі екі жақтан жүр в общем деген былай саламыз мынау беті походу вот скелеті болады если че білмеймін қалай басқалар салатын мен өзімнің фантазиям жеткені осы енді бұл деген біздің арнамыздағы екінші видео сондықтан ешкім барлығын давайте да қойш не дейді сонда болмайды дей ма сонда сағанға сауға болмайды дей ма не енді астына саламыз ба ойлашы строительство болмайды дейді прикинь 119 метрде мен вообще ана аспанға қарай кететін болса вообще салмай қалады екен ғой да жарайды біз деген берілмейміз басқа жол таптық міне астына сала саламыз осылай астына сала саламыз егер мешать етіп жатса үстін обратно өшіре саламыз оған үшін күн шығу керек ох наконец-таки күн шықты тез күн шыққан кезде обратно күн осы жақтан шығып тұр ма но былай айланып келеді де вот осы міне скелеттің басы мына біздің скелет вот қазір деген біз оның шашын салатын боламыз аха яғни деген мынандай темныймен осындай қоңыр болады білесіңдер ма нубтың кәдімгідей стив қой нуб қой стив нубтың шашы мынау есечо солай болады қазір деген біз былай мынаны көтереміз мен бәрін үйреніп алдым маха міне мынау біздің шашы болады мына ненің аты кім еді мына біздің нубтың шашы болады осы есечо вот есечо шашын 3D қыла саламыз осылай кетіп тез істемейтін болсақ қазір тағы да күн батып кетсе істей алмай қаламыз соны үйреніп аламын мен келесі жолы күн батса да сала беретіндей істеуіміз керек қой жарайды мынандай керек емес нуб деген осындай тақыр бас болсын жарайды осындай басы болсын басында только бір кәдімгідей бір не ғана жату керек қой шаш дегенше осындай ғана бір жұп жұқа шаш болу керек қой анау нелер сияқты ше қалай еді сарбаздар сияқты былай мынаны басып кете ұрамыз да в общем ақырын былай төмен түсеміз де вот міне біреу екеу үшеу дейміз де былай ақырын түсеміз де төртеу вот бесеу алтау жетеу көтереміз де былай мына жердің бәрін осылай жасайтын боламыз яғни бұл деген біздің нубтың түрі болатын болады скайблок нубтың түрі болатын болады вот былай әкетеміз бергел братан бергел вот көріп тұрғандарыңдай міне уже мынау басындағы шашы жасалып қалдық былайынан түсіреміз тағы да былай түсіреміз былай түсеміз қиын екен негізі қол үйренбесе жаман екен негізі майнкрафтта былайынан бәрін былай түсіретін боламыз аха ой мынаның бәрін түсіреміз былай дік енді мына жақ осындай тақырбас болып қала берсін ал міне мынаны қараңдар кішкене деген түрі біреуге ұқсады ғой де түрі ұқсады деген ойдамын енді көріп тұрғандарыңдай мына жердің былайынан алып тастайық вот енді қараңдар алыстан қарасаңдар енді деген бір шашы бар сияқты ма әлде крыша сияқты тұр енді бізге енді көзін салу керек көзін яғни біз аппақ қылып салатын боламыз енді оның көзі 3D болатын болады тура нубтардың көзі мынандай болады ғой міне тура осындай ненің жанында тұрады лақтырып жібере береді мен қайта неменеге басқа кнопканы басып жіберемін қайда енді қайда мынау ма жоқ ол емес вот мынау мен қайта астыға түсемін деймін де лақтырып жібере беремін үйреніп қалған ғой міне көзі деген міне осындай болатын болады міне жартынан неше сай керек емес бізге көзі деген осылай болатын болады және ана қап-қара блокты біз енді мынаның үстіне қоятын боламыз да мынаның түрі не болып қалды мынаның түрі не болып қалды жарайды қазір алып тастайық ортасына қойсақшы қараңдар алып тастаймыз ой қазір қоямыз қояйық қазір осылай қоямыз вот мынаны аламыз да ортасына қоямыз былай дік кетіп мынаны сосын аламыз да былай дік кетіп мына жағына шығара саламыз типа көрдің ба нубтардың көзі осындай болады деп көз осылай шығып кеткен болсын жарайды мынаны қоя салайық осылай міне алыстан қарасақ міне уже көзге ұқсады ғой де нубтың көзіне ұқсады да енді біз деген осының аузын салуымыз керек аузын енді осындай көмірден салайық көмірден кішкене ыңғайлы болады біз деген салатын болсақ енді тура көзінің жанында тұру керек қой аузы дегенше жоқ мына көзінің жанында тұрмай қойсын былай тұрсын міне былай тұрсын аузы дегенше аузы осындай болсын міне көріп тұрғандарыңдай міне дік мына жерден аламыз ана дік ете саламыз сосын қызыл блоктан былай екеуін қоя саламыз қараңдар дік сосын дік ой давай дік қалай ұқсады ма негізі ұят қой мынау дегенше кім айтты мен майнкрафт ойнайды деп мен даже түрінде ұқсата алмадым ғой қазір мынау мен бояп тасташы бетінше қараңдар бетін деген мынаумен салып тастасақ міне осы нубтың беті осындай болады десек может ұқсайтын шығар қараңдаршы осылай салып көрейікші мен деген қазір көрейін деп жатырмын қазір дұрыстап тұрып былай көрейік давай қызық болып тұр маған өте давай көтерілеміз аламыз вот ал қараңдар чуть-чуть болсын ұқсады да қараңдар чуть-чуть болсын мне кажется ұқсады қараңдаршы мынау кішкене нубқа ұқсай ма ұқсамай ма или мына жақтарын былай салып тастасақшы қазір былай дік аспанға қараймын жұлдызды сынаймын депші былай салып тастасақ жарайды көз үстінде тұра бере ме әлде көзінің үстіне де саламыз көрейік қазір давай саламыз тез сосын астыға былай түсеміз де
анау жанынан салды ма? Жанынан салыпты. Қазір былай түсеміз де мынаның бәрін жан бетін істеп тастаймыз осылайша. Қазір. Ал енді қарайық. Чуть-чуть болсын ұқсақ болды. Аға, қараңдар, чуть-чуть болсын нубқа ұқсақ болды да. Или мынаны өстейміз, мына көзін алып тастаймыз, может, қараңдаршы. Көзін осылай аламыз, қазір алып тастаймыз, көзін дік етіп аламыз да, аламыз да былай дік етіп қоямыз, қараңдар. Қара, дік. Мына кішкене чуть-чуть болсын түрі нубқа ұқсады, мына кішкене қараңдар. Мынаны дұрыстап тұрып қарататын болса, қара мынау көкпемекті аламыз, яғни бұл деген нуб деген осындай сілекей ағып жүреді ғой, нуб деген негізші. Сондай сілекейін ағызып қоймаймыз ба, аха? Қараңдар, ой, мына ішіне кірудің қажеті жоқ бізге. Барамыз да былай ақырын аспанға түсеміз де, мынау қып-қызыл тілі ғой. Осы қып-қызыл тілдің жанына міне бір блокты былай сындырамыз, былай дік етіп, былай сындырамыз да, сосын оған міне наны қоямыз осылай. Кішкене болсын нубқа ұқсап қалды да. Қараңдар, кішкене болсын нубқа ұқсап қалды да, былай 3D жасап жүрмейміз сілекейді. Қараңдар, кәдімгі аузынан ағып отқан сияқты ғой мынау сілекейші. Міне осындай менде міне нубтың түрі болды. Енді ұқсады ма, ұқсамады ма білмеймін, комментарийға жазып өтіңдер ме, бірақ енді білмеймін, ұқсамайған шығар. Ал енді досым, саған видео ұнаса лайк кнопкасы мен қызыл подписаться деген кнопканы басып кет. Енді келесі видеода біз көретін боламыз, қалай былай екенін барлығын үйренетін боламыз. Әзірше қыздың рөлінде ойнап жүр, білмейміз қалай басқа не істеу керек екенін. Сендермен бірге болғанмен Эйман KZ. Келесі видеода кездескенше пока-пока.